Таптым, көнекей қызды таптым. Саяхатшылар, көнекей қыз сонау ол таудың ар жағындағы үңгірде сықырланып қалған екен. Сендер маған көмектесесіңдер ме? Біз көмектесеміз. Жақсы болар еді. Көнекей қызды тауып әкеп беріңдерші маған. Жақсы, ендеше бізді осы жерде көп. Біз көнекей қызды құтқарып келейік. Жақсы, жолдарың болсын. Сәлеметсіздер ме жолаушылар? Сәлеметсіздер. Біз сізді құтқаруға келдік. Мен сендермен бара алмаймын. Мені сиқырлап тастаған. Денем ауырлап жүре алмаймын. Сиқырды шешу үшін мына сандықтың ішіндегі 4 тапсырманы орындау керек. Сендер дайынсыңдар ма? Біз тапсырманы орындауға дайын. Бір саны қайда екен? Бір саны. Бір саны. Жарайсың, жақсы. Ендеше бір санды тапсырмаға орналасамыз. Бұл жерде ғажайып алан деп аталады. Ғажайып алан деп аталады. Бұл жерде сендерге текше берілген, бұл жерде асық бейнеленген. Яғни әр текшені лақтырып отырып, түскен асықтың түсін тауып, және шеңберді ашуымыз керек. Кәнекей, ең бірінші Максим бастай отырсын. Қызыл аша ғой. Сылдырмақ бейнеленген. Жарайсың, аспамыз қол жағын мүмкін. Қылдың аша ғой, мүмкін жақсы. Ел бейнеленген. Жақсы, жарайсың, келесі. Аша. Аша ғой, жақсы. Корт бейнеленген. Жақсы, келесі. Қандай түс? Сар? Бесік. Жақсы, дұрыс. Жақсы, келесі. Амирала ғой. Қандай түс? Сары түс, дұрыс. Сары түс аша ғой. Асық бейнеленді, өте жақсы. Қандай түс? Көк түс, дұрыс. Атыл түс аша қойымыз. Қандай? Борсық, жарайсыздар. Жақсы балалар, бағымыз. Жақсы орындады. Ендеше балалар жәнегі тапсырмада кілттің табуымыз керек екен, ендеше кәнекей барлығымыз осы тапсырмадан кейін кілтті іздейік. Сандықтың құлыптың кілті. Ищем ключ. Кәне. Мен таптым. Жақсы. Бірінші құлыпты шештік, ендеше келесі құлыпты шешу үшін келесі тапсырманы іздеуіміз керек. Жақсы. Ал енді бұл жерде екінші тапсырмамыз. Бұл жерде не бейнеленген екен? Қошқармес ою. Жарайсыңдар, қошқармес ою бейнеленген екен. Бұл игровизор технологиясы негізінде жасалған заманауи iPhone. Бұл жерде сурет салуға болады және жабыстыруға болады. Нет, я буду водить. Дай что понять. Надо тебя быстро. Ты же знаешь, я так, теперь еще. Жақсы балалар. Ендеше осы тапсырманың кілтін іздейік. Ал ендігі осы тапсырманы кілті. Екінші молдардың табамыз кәнекей. Максим тапты, жарайсың. Максим кәнекей. Екінші құлыпты бар башана. Құлыпты аша еткендер балалар. Ал аша. Өте жақсы, жарайсыңдар балалар. Жеңілдеп қалды, рахмет сендерге балалар. Жақсы, ендеше балалар келесі тапсырма өтпес бұрын біз сергіту сәтін жасап алайық. Табылды ойын алақай. Жарайсыздар. Бұл жерде үшінші тапсырмада сендерге ұлттық киімде бейнеленген кейіпкерлерді сипаттаймыз. Шиил и зеленого решил, что тебе он Анатолий бы взял. Жена кудеші нет киез бізад, оны төрі көзі. Тойе ен үлген үй жануары, төле бота үй жануары. Ойында кәсеті бар жындыр, бізге ұлжылы келді. Жарайсыңдар балалар. Жарайсың. Аня, кімді тапты үшінші? Жарайсыңдар. Көрт саны қайда екен? Жарайсыңдар. Бұл жерде ұлттық аспаптар берген екен, е? Адасқан шеңберлерді біз құрастырамыз. Жақсылап құрастырып табамыз, е? Жақсы. Ал кәнекей, Қандай музыкалық аспап бейнеленген екен? Қобыз, жақсы. Сенде қандай аспап? Сырмен. Жақсы. Сенде қандай аспап? Шаңқобыш. Жақсы. Сенде қандай аспап? Қандай аспап? Жетіген. Жақсы. Домбыра. Домбыра. Сысырнай.
Тапсырдың. Жақсы жарайсыңдар. Өте жақсы бала. Кәне енді 4-ші тапсырманы да орындадыңызша, 4-ші тапсырманы кілтін тағыда келе шашауға шайқайын. Атасымен барлық тапсырманы орындап, Күнекей қызды құтқардық, е? Ертіп, Саққұлаққа алып бара, е? Ал кәне Саякатшылар, Күнекей қыз аман сау оралуымен рахмет саяхатшылар сендерге. Осы Күнекей қызды құтқару үшін қаншама тапсырмалар орындаған боларсыңдар. Қандай тапсырмаларға кезіктіңдер? Қандай тапсырмалар орындадыңдар? Асықтары бар кубик тапсырмаларын орындадық. Тағы қандай тапсырмалар орындадыңдар? Оядық, жапсардық. Өте жарайсың. Тағы қандай Тағы қандай тапсырмалар орындадыңдар? Еще раз за меня смотри. Жануарларды айтып еще. Жаты, Жануарларды. жануар сипаттады. Тағы қандай тапсырмаларды орындадыңдар? Музыкалық аспаппен танысты. Жарайсыңдар балалар. Көп рахмет сендерге. Балалар, саяхатшылар, Күнекей қызды құтқарып әкеп бергендерге көп рахмет. Енді сендердің жолдарың болсын әрдайым. Ал енді біз ары қарай жол жүрейік. Сау Саяхатшылар, сау болыңдар.